Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін безе дайындаймыз. Ол үшін бізге 130 грамм жұмыртқаның ағы, 130 грамм қант, 130 грамм қант ұнтағы және азғантай шымшым лимон қышқылы қажет. Миксеріміздің ыдысы тап-таза болуы керек. Судың, майдың тамшысы болмауы қажет. Алдымен жұмыртқаның ағын миксердің орташа жылдамдығымен ағы көпіргенше араластырып аламыз. Осылай жұмыртқаның ағы көпіргеннен кейін жаймендеп қасықпен қантымызды салып отырамыз. Жайдан саламыз. Миксеріміздің жылдамдығын жайлап көбейтеміз. Қантымыздың барлығын салып болған соң 5 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Осылай ағаруы керек. Одан кейін барып қант ұнтағын қосамыз. Оны да жаймендеп бір қасықтан салып отырамыз. Қант ұнтағын салып болған соң тағы да осылай 5 минуттай араластырамыз жақсылап. Енді көреміз, осылай меренгімізді алып қарағанда қолымыздың арасында қанттың ұсақтары білінбеуі керек. Мен 1М және 6Б деген насадкілер қолдандым. Кондитерлік мешогымызды шетін кесіп, насадкамызды ішіне кигізіп дайындап аламыз. Мен меренгіні екіге бөліп алдым. Біреуін көкке бояймын, біреуі ақ болады, ал сіз өзіңіз қалаған түске бояйсыз. Ең бастысы гелевой бояу немесе құрғақ бояу қолданыңыз. Сұйық бояу қолдануға болмайды. Себебі біздің меренгімізге су тимеуі керек. Осылай жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осылай мешоктарымызға саламыз меренгаларымызды. Мен осылай ретімен салып отырдым. Ақ пен көкті араластырып, сол кезде меренгіміз бір жағы ақ, бір жағы көк болып шығады. Сіз өзіңіз қалаған түсіңізге бояйсыз. Енді меренгімізді осындай силиконовый ковриктің үстіне сығып шығамыз. Силиконовый коврик, тефлоновый коврик немесе кәдімгі қарапайым пергамент қолдансаңыздар да болады. Мен осындай шпажкалар қолдандым. Немесе кондитерлік дүкендерде арнайы осындай безелерге, леденциларға арналған таяқшалар сатылады. Меренгаларымыз сығып болғаннан кейін үстіне осылай посыпка сеуіп шықсаңыздар болады. Енді меренгаларымызды 70-80 градуста қызып тұрған пеште 1,5-2 сағаттай пісіріп аламыз. Біздің безелеріміз пісті. Негізі кішкентайлары 1,5 сағатта, үлкендері 2 сағатта піседі. Ішін осылай үгітіп қарағанда бір-біріне жабыспай құрғақ болуы керек. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.